Қазақстанға Ресейден жеткізілген 4 амур жолбарысының алғашқысы Іле-Балқаш мемлекеттік табиғи резерватына жіберілген еді. 2 апта өткен соң жыртқыш жаңа ортадағы алғашқы олжасын аулаған. Экология министрі Ерлан Нысанбаев журналистерге берген сұхбатында жолбарыс шамамен аптасына 1 рет қоректенеді. Балқаш маңында оған табиғи азық жеткілікті, өңірде марал, құлан және жабайы қабан бар деді. Министрдің сөзінше, жыртқыштың басқа жануарлармен қарым-қатынасы мен табиғи ортаға бейімделуі әзірге қолайлы деңгейде. Алдағы қыркүйек айының басында тағы бір жолбарыс Балқашқа жіберіледі дейді. Осылайша Балқаш өңіріндегі жолбарыстар популяциясын қалыптастыру жұмысы кезең-кезеңмен жүргізілмек. Хочу сообщить, что прошлую неделю жолбарыс алғашқы олжасын аулады. Балқашта мекендеп жүрген жалғыз жолбарысқа табиғи ортада азық жеткілікті. Өңірде марал, құлан және жабайы қабан популяциясы бар. 10 жылда Балқаш резерватына 209 марал, 104 құлан жіберілді. Әсіресе жергілікті қабандардың саны көбейген. Жолбарыс әзірге жалғыз мекендеп жатыр. Біз көріп отырғандай, оған бұл орта ыңғайлы. Бұл жоба 35 жылға арналған. 4 жолбарыс болады ол жерде. Қыркүйек айының басында еркек жолбарысты жібереміз.